Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге дрожжсыз өзім үйде күнделікті жасайтын нанымның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видео көңілдеріңізден шығып жатса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, қоңыраушаны басып тіркеле кетіңіздер. Нанымның қамырын өзім дайындаған аштықмен илеймін. Бұл аштықны мен бірнеше күннен бері жемдеп өз бабына келтіріп қойғанмын. Күні кеше ғана түбінде 2 сантиметр еді, бүгін бетімен бет болып тұр. Қарап отырсаңыздар, барлық бабына жеткен аштықы осы аштықымен илеймін. Ұнымызды міндетті түрде елеп аламыз. Үстіне тұзымызды, қантымызды саламыз. Аштығымызды саламыз. Жылы суымызды біртіндеп құйып отырып, қолға жабысқақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысқақ болғандықтан силикон қалақшаларын не болмаса басқа қасықпенен араластырып отырып, біртіндеп араластырып отырып, өте жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қолға жабысқақ өте жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа не 1,5 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Енді көтерілген қамырымызды қайтарып илейміз. Ол үшін қолымызды майлаймыз. Қамырымызды 2 қолымызбен шетінен созып тұрып, келесі бетіне жапсырамыз. Екінші жағында солай, үшінші жағында, төртінші жағында осылай созып отырып, жапсырып, қамырымызды қайтарып илейміз. Қолымызбен қатты баспаймыз. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін дәл осылай қайталап, тағы да жарты сағатқа көтерілуге қойып аламыз. Екінші мәрте қайтадан көтерілген қамырымызды енді столымыздың үстіне ұн сеуіп, табақтан аламыз. Өзінің бабына әбден келген қамырымыз табақтан оңай осылай алынады. Қамырымыздың үстіне ұн сеуіп, 2-ке бөліп аламыз. Бөліп алған бөлігін, бір бөлігін қолымыздың салмағын салмай отырып, екі жағынан созып тартып отырып, біріне бірін беттестіріп, батон формасына келтіреміз. Аса қатты әдемілеудің қажеті жоқ. Осылай формалап алғаннан кейін противенге салып 20-25 минутке көтерілуге қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында духовкамызды қыздырып қоямыз. Көтерілген қамырымызды пісіріп аламыз. Мінекей нанымыз пісті. Салмағы өте жеп-жеңіл. Енді сіздерге ортасынан кесіп көрсетейін. Ортасы да пористей болып шыққан. Осы рецептпен дайындасаңыздар, нандарыңыз бірнеше күнге шейін жұмсақ болады. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кетемін. Дәл осы рецептпен дайындаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.